Супермаркеттағы қулықтың бірі ол таразы. Таразы қойған кезде адамдарға сенімділік тудырады. Яғни адам өзінің қалағанша арзан затын алады деп ойлайды. Алайда олай емес. Таразыда сіз килограмм емес, грамм үшін ақша төлейсіз. Мысалға, 1 килограмм кәмпит 5000 тұрарлық делік, иә? Сіз оны граммен өлшегенде ол 500 теңгеден көлемінде шығуы мүмкін. Бірақ килограммен алғанда ол содан не көп, не арзан болмайды. Дәл сол баға шығады. Сондықтан да осы технологияны кейбір фабрикалармен өнім жасайтын, шығаратын зауыттар да қолданады. Қалай дейсіз ғой? 1 литр сүт 800 теңге болуы мүмкін, иә? Оның бутылкасын, жарнамасын, логотипін өзгертпей, дәл сол бутылкаға, яғни құтыға 1 литр емес 900, немесе жеткізбей 800 литрдей құятын болса, және де бағасын сол қалпында сақтайтын болса, сіздің алып жатқан өніміңіз аз, бірақ төлем дәл солай болып қалады. Бұл да бір жарнамалық шешім болып табылады.